Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәрумен денсаулық кепілі. Витамины источник здоровья. Сабақтың мақсаты мекен және мезгіл істеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану. Сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып, жаттап аламыз. Записываем новые слова в словарный тетрадь и выучить. Повторяем за мной. Соңымнан қайталаймыз. Шикі, сырой, шайнау, жевать, жеңіл қорыту, легко усваиваемый. Қияр, огурец, орамжапырақ, капуста, сәбіз, морковь, пияз, лук. Енді балалар, айтыңыздаршы, пайдалы тағамдарға не жатады, зиянды тағамдарға не жатады? Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, пайдалы тағамдарға полезным блюдам относятся что? Сәбіз, сүзбе, сүт, және түрлі жемістер мен көкөністер, және жидектер жатады екен, және жаңа сығылған сусындар. Ал зиянды тағамдарға өздеріңіз білетіндей, к вредным пищам вы сами знаете, что относятся шоколады, тәттілер, және газдалған сусындар, тез дайындалатын тағамдар, сағыз шайнау және қуырылған картоп, шұжықтарымыз денсаулыққа өте зиян екен. Енді балалар, бүгінгі сабақтың мәтінімен жұмыс жасайық. 3-ші тапсырма 8-ші бет мәтінді оқы. Қазір енді тыңдаңыздар. Көкөніс. Көкөніс – это овощ. Көкөніс қазір жылдың қай мезгілінде болса да дүкендерде тұрады. Себебі олар денсаулыққа пайдалы. Біз күн сайын таңертең, түскі, кешкі аста көкөніс жейміз. Әсіресе менің інім қиярды өте жақсы көреді. Көкөніс түрлері сәбіз, орамжапырақ, бұрыш, саңырауқұлақ, қызанақ, қияр және тағы басқалары. Көкөніс адам ағзасына өте пайдалы. Көкөністі көп пайдаланатын адамның денсаулығы жақсы болады, ұзақ өмір сүреді. Көкөністің калориясы аз, олар дәруменге өте бай, жеңіл қорытылады. Көкөніс дастарханның сәні. Көкөністі жуып, тазалап жеу керек. Тазаланбаған көкөніс денсаулыққа зиян. Жақсы балалар, сіздерге мәтіннің аудармасын бердім. Я вам предоставила перевод, сами можете прочитать. Енді ары қарай бүгінгі сабақтың тапсырмаларымен таныс болыңыздар. Мәтін алды жұмыс. Айтылым тапсырмасы – это устное задание. 1-ші тапсырма 8-ші бет. Суреттерді пайдаланып, сөйлем құрам. Вместо картинок используйте слова. Но в некоторых случаях нужно будет прибавить окончание. Мен дүкеннен вместо слова огурец. Как это переводится? Сатып алдым. Тут нулевое окончание, да? Потом капуста, то есть как переводится? Жапырағы көк болады. Тут тоже нулевое окончание. Морковь құрамында бой өсіретін дәрумен бар. Тут нужно прибавить окончание родительного падежа на казахском языке. И следующее лук. Тут тоже имеется окончание родительного падежа на казахском языке. Емдік қасиеті бар. Дескриптор 4 балл. Следующее задание жазылым. Это письменное задание. 7-ші тапсырма 10-ші бет. Кестені пайдаланып, сөйлем құра. Сөйлемге мезгіл не мекен үстеуін қосып жаз. Это письменное задание. Используя таблицу, составьте предложение. У вас в книге дана таблица. Я вам предоставила образец, как мы делаем это задание. Используйте в своем предложении наречие места или времени. Мы это проходили на прошлом уроке. Вспоминаем. У вас написано «мен», потом идет слово «қызанақ». Да? Қызанақ,
вы должны будете из скобки выбрать нужное окончание. Я выбрала нужное, то есть қызанақты. Потом нужно использовать наречие места или времени. Я выбрала время. То есть жазда, летом, да, кашан. Жазда это наречие времени. И дальше мне просто придется прибавить нужное, чтобы получилось нужное предложение. Мен қызанақты жазда көп жеймін. Я летом много ем помидор. Вот у меня получилось такое предложение. А дальше вы сами. У вас осталось еще 4 предложения. Так, дескриптор. Тут тоже 4 балла. Так, келесі айтылым тапсырмасы, устное задание. Суреттегі көкөністің атауларын айт. Назовите названия этих овощей в картинках. То есть это задание вы делаете, отправляете голосовым сообщением. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.